Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге smallppt.com сайты туралы айтатын боламын. Яғни осы smallppt жасанды интеллект бойынша айтатын боламын. Бұл жерде біз не істей аламыз? Осыны пайдалана отырып, осы жасанды интеллекттің көмегімен біз автоматты түрде слайдтар жасаймыз. Яғни тақырыпты, мәтінді немесе ұзақ қандай да бір құжатыңызды енгізетін болсаңыз, сол құжат арқылы бұл презентацияны жасап шығаратын болады. Яғни слайд генераторының көмегімен бірден сіз тақырып бойынша сізге слайдтарды жасап беретін болады автоматты түрде. Ол слайд сіз PDF форматында немесе кәдімгі PowerPoint түрінде өзіңізге жүктей аласыз. Және осы жерде сіздер шаблондарын, дизайнерін таңдауға болады. Және де осы слайдты тікелей осы жерде көшіріп алғаннан кейін өзіңіз PowerPoint-та немесе Google Slides-та редактировать етіп, ары дұрыс жасатып, өзгертіп алсаңыз болады. Енді мысал ретінде осы сайтқа тіркелу үшін ең бірінші сіздер өздеріңіз Google-ға smallppt.com деп жазатын болсаңыздар, сіздерге осы жазып кіргеннен кейін өздеріңіздің Google аккаунттарыңыз бар ғой, сол аккаунттарыңыз арқылы тіркелесіздер, ешқандай пароль ештеңе сұрамайды. Тіркеліп болғаннан кейін сіздер осы жерге өздеріңіздің мәтіндеріңізді енгізіңіздер. Мысалға атом құрылысы тақырыбы бойынша слайд жасап бер деп жазайық. Примерно енді 16-20-ға дейін жасауға мен бірден 10-ға дейін деп атайын. Мұғалімдер үшін дей салайын, жасауды басамын. Осылай жасаймыз, ол бізге әртүрлі осы презентацияларды бізге не істейді, жасап береді. Бірден жасап береді. Оны атауын қалай қойып, біз оны ары қарай презентация жасауды бастайық. Атом құрылысымен кезеңдерін шығу дейді, ары қарай біз презентацияны жасайық. Жалғастыру. Осы жерде біз дизайн таңдаймыз. Қайсы дизайн өзімізге керек, біреуін таңдайық. Жасауды басамыз. Болды, презентация жасалып жатыр. Осылай жасайсыздар. Сіздерге презентацияларыңызды жасап береді. Отырсаңыздар. 10 беттен тұратын презентацияны жасап тастады бізге. Сіздер мұғалімдерге арналған деп тұр. Енді осылай жасап болғаннан кейін, слайдтарыңыз шыққаннан кейін сіздер оны өздеріңізге жүктеп аласыздар. Сохранить етіп алсаңыздар болатын. Окей, сохранить етіп алдым. Барлық слайдтар сохранить етілді. Немесе мына жерден өзіңіздің PDF форматында, PowerPoint түрінде менің өзімнің слайдыма тоқталсам. Атом құрылысы бойынша сіздердің слайдтарыңыз осы жерде тұр. Оны өздеріңіздің дисциплинаңызға немесе осы жерден тікелей редактировать етіп, сабақта қолдана берсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.